Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2021 жылы шыққан драма, триллер жанрындағы Зов Ада сериалының қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Сеулде періштенің бұйрығы бойынша күнәһарларды өлтіретін арғы дүниелік мақұлықтар жайында сыбыстар тарауда. Сондай өзінің өлетін жайлы аян алған еркек қатты қорқып, қобалжумен тағайындалған уақытты күтіп отыр. Күткен уақыт келіп, дүрсілдің дауысы естілуде. Кафеге басып кірген мақұлықтар оны сабалай бастайды. Ол көшеге қашып шығады. Бірақ мақұлықтар оны тауып алып ары-бері лақтыруда. Өмір үшін жанталасқан еркек сүйреленіп барады. Оны ұстап алған мақұлықтар мойнынан тістеп қаншыққанша аяусыз ұрады. Кейін ол күлге айналып кеткенше өздеріне берілген күшпен күйдіріп тастайды. Өздерінің тапсырмасын орындап болғасын порталға өтіп жоғалып кетеді. Бұл істі жай қалдырып отыра алмаған полицейлер істі тергеуге алып, оны адам өлтіру фактісі ретінде тіркейді. Детектив Кен Хунға осы оқиға орын алғанша сол күштер туралы қауесет таратқан жаңадан пайда болған діни ағым жайлы зерттеу тапсырылады. Оқиға орын алған жерге келген олар қылмыс айғақтарын таба алды. Өкініштісі, мақұлықтар жайында ешқандай мәлімет жоқ. Өздерінің тергеулерін жалғастырған олар жаңа шындық атты жаңа діни ағымның жиналысына қатысады. Жаңа шындықтың төрағасы Йонг неге адамдарға өз күнәларынан айырылып, Құдайдың сөзіне сену керек екенінің себебі жайында айтуда. Өзінің сөздерін дәйектейтін бірнеше бейне материал көрсетеді. Мақұлықтардың құрбаны болған адамдардың үлкен күнә жасағанын айтады. Балаларды сатуды, зорлық, адам өлтіруден бастап. Бұл орын алған жағдайлар күнәларынан тазартпағандарға не болатынын көрсететін Құдайдың белгісі екенін айтады. Жиналыстан кейін Йонгқа жеке өздері барған полицейлер одан тағы да бірнеше мәліметтер сұрайды. Йонг болса полицейлердің бұл істі адам өлтіру фактісі ретінде қабылдағанын тек күлкімен қарсы алады. Кенеттен Кен Хун мұнда ерікті болып жүрген өзінің қызын кездестіріп қалып, оның артынан ілеседі. Қызына дереу үйге орал деп бұйырады. Қайта оралып, өзінің ары қарай сұрақтарын қоюда. Йонг 20 жасқа дейін католик шіркеуінде өмір сүргенін айтады. Тибетке аттанып, өзінің бақытсыз өмірін аяқтағысы келгенде, Құдайдың күшін көріп, содан бері өмірі өзгеріпті. Арада 10 жыл өткесін жігіт жаңа діни ағымды тарату туралы шешім қабылдаған. Йонгтың өмірлік көзқарасы жаңа ағым жайындағы әңгімелеріне Кен Хун жай ғана күліп келе жатыр. Алайда Йонг Кен Хунның әйелінің өлімі жайында әңгіме көтерген кезде оның аузына құм құйылады. Йонг осыны мысалға келтіріп, адам құқықтарын қорғаудағы әділетсіздікке көрсетеді. Үйіне оралған Кен Хун өзінің қызымен сөйлеседі. Бірнеше сөз алмасудан кейін өзі қаламаса да қызына діни ағымның сапына қосылуына рұқсат береді. Үстеліне отырып Йонг туралы мәлімет іздей бастайды. Кейін қалай әйелінен айырылған күнді есіне алып, бұл сәт өзіне қандай ауыр тиген тағы да сезінеді. Оның үстіне әйелін өлтірген қылмыскерді 6 жылдан кейін түрмеден босатқан екен, қылмыс кезінде есірткінің әсерінде болды деп. Ал басқа жерде 2 баланың анасы, жалғыз басты әйел өзінің дүкенін жауып үйіне оралады. Үйіне келіп, оның туылған күнін тойлау үшін ұйықтамаған балаларын көріп, мәз-мейрам. Кенеттен олардың мерекелік көңіл күйлерін бұзып, пайда болған періште әйелдің 5 күннен кейін сағат 3-те өліп тозаққа жіберілетінін хабарлайды. Ал жаңа шындық қозғалысының радикалды мүшелері Шеби атты ұйым құрды. Олар тікелей эфир өткізуде Сеулдегі өздерінің алғашқы таныстырылымын айту үшін. Сенбейтіндерді балағаттап, полицейлер мақұлықтардың құрбаны болғандардың ісін зерттеу керек екенін айтады, олардың жасаған күнәларын табу үшін. Кейін тікелей өзінің болып жатқан оқиғаларға сенімсіздігін білдірген жазушыны сынға алады. Сөйтсе жебенің мүшелері көп күттірмей жазушыны тауып алып, оны ұрып тастапты, сөзін қайта алғыздыру үшін. Тікелей эфирде оны аяусыз ұрып, Құдай алдында кешірім сұрауға мәжбүрлетуде. Өздерінің бұл істерін мақтанышпен айтып, жазушыны тура жолға салғандарын жеткізеді. Келесі күні олар жазушыны ұрғандарды ұстай алды. Сөйтсе олардың барлығы жасөспірімдер екен. Оның үстіне олар куәгерлік етуден бас тартып отыр. Өздері заңнан қорықпайды, тек жаңа діни ағымның етегіне еріп, өздерін құтқарушыларымыз деп ойлайды екен. Офисте сонымен қатар Хэджин есімді адвокатымен келген жазушы да бар. Хэджин осы жаңа шындық ағымның құрбандарының ісін жүргізетін адвокат ретінде танымал. Ол полицейлерге, егер олардың істерін қазір тоқтатпасақ, болашақта бұдан да нашар істер орын алуы мүмкін екенін ескертеді. Екінші құрбан Пакте Хэджин істейтін заң фирмасына келеді, олардың кеңесіне жүгіну үшін.
Естеріңізде болса, Пакке арғы дүниелік періште келіп, оның өлетін мерзімін айтқан болатын. Осыны біліп алған жаңа шындық ағымы мақұлықтардың әйелді өлтіру сәтін тікелей эфирде көрсету үшін оған 3 миллиард вон төлеуге дайын екендерін айтыпты. Осы жерден сериалдың алғашқы бөлімі де аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.